Сәлем баршаға. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Java синтаксисі. Сіздермен бірге болатын Талипов Дастан. Алдыңғы тарауда біз Java деп аталатын файлды жасадық. Main Java экранға Hello World басып шығару үшін келесі кодты қолдандық. Яғни main Java деп біз файлымызды сақтап алдық. Біздің классымыздың атауы файлдың атауына сәйкес келу үшін main деп атадық классымызды. Ішінде main метод арқылы біз Hello World сөзіні экранға шығарған болатын едік. Бүгін енді солардың не екендігін талқылайтын боламыз. Java тілінде жұмыс істейтін кодтың әрбір жолы сынып, класс ішінде болуы керек. Біздің мысалда біз сыныпты main деп атадық. Сынып әрқашан бас әріппен басталуы керек. Осы нәрсені біз естен шығармауымыз керек. Сыныптың атауы, яғни мына жерде біз main деп атаған атау әрқашан үлкен әріппен болуы керек. Java файлының аты сынып атауына сәйкес келуі керек. Жаңа айтып өткеніміздей, мына жерде main Java деген біздің файлымыздың атауы, мына жерде main деген класстың атауы. Екеуі бір-біріне сәйкес келуі керек. Яғни мына жерде main болса, мына жерде main болады. Мына жерде demo болатын болса, мына жерде demo болу керек. Файлды сақтаған кезде оны сынып атын пайдаланып сақтаңыз және файл атауының соңына .java қосыңыз дейді. Яғни бағана айтып өткеніміздей, біздің файлымыздың атауының соңы .java болып аяқталған кезде ғана ол бізде Java файлы болып есептеледі. Негізгі әдіс, яғни main әдісі, main метод деп аталады, міндетті болып табылады және сіз оны әр Java бағдарламасында көресіз. Яғни әр Java классымыз, Java файлымыздың барлығында ішінде міндетті түрде болуы керек болған әдістің бірі main әдісі болып есептелінеді. Public static void main string args деп қолданылады. Әдіс ішінде кез келген кодты main орындалады. Негізгі сөздерге дейін және одан кейінгі кілт сөздер туралы алаңдамаңыз. Осы оқулықты оқығанда сіз олар туралы бірте-бірте танысасыз. Яғни static void public деген сөздерге қатты алаңдаудың қажеті жоқ. Олармен алдағы уақытта танысатын боламыз. Әзірге әрбір Java бағдарламасында класс файл атауына сәйкес келетін атау бар екенін және әрбір бағдарлама main әдісі қамтуы керек екенін есте сақтауымыз қажет. System out println. Main әдістің ішінде біз мәтін жолын экранға басып шығару үшін қолданылатын әдіс println деп аталады. Яғни println арқылы біз Hello World сөзіні экранға шығардық. Ескерту, бұйра жақшалар код блогының басы мен соңын белгілейді. Яғни біз классты ашқан кезде немесе методтарды ашқан кезімізде, әдістерді ашқан кезімізде осы бұйра жақшаларды қолданамыз. Систем бұл output сөзінің қысқартылған out сияқты пайдалы мүшелері бар кірістірілген Java класы болып есептелінеді. Println әдісі басып шығару сызығы деген сөздің қысқасы. Мәтінді экранға немесе файлға басып шығару үшін қолданылатын әдіс болып есептелінеді. System out және println туралы көп уайымдамаңыз. Экранға заттарды басып шығару үшін оларды бірге қажет екенін білсеңіз жеткілікті. Сондай-ақ әрбір кодтық мәлімдемеде нүктелі үтірмен аяқталуы керек екендігі ескеру қажет. Енді жаттығуларды орындайтын болсақ, Hello World шығару үшін төмендегі кодтың жетіспейтін бөлігін енгізуіміз қажет. Жетіспейтін бөлігін өздеріңіз ойланып орнына қоясыздар деген үміттеміз. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіз Java синтаксис туралы түсінік қалыптастырдыңыз деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.